Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге қазіргі күнде өте үлкен танымалдыққа ие турецкий гарнирді жасап көрсететін боламын. Негізі өте дәмді болып шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен күрішті қайнататын ыдысымызға кішкене осылай май құйып жіберіп, вермишель саламыз. Міндетті түрде вермишель болу керек. Осы вермишельмен дәмі өте керемет болып шығады. Осыны салып, оттың астын жай қойып, жай араластырып тұрамыз. Міндетті түрде тоқтамай араластырып тұру керек, өйткені сіз араластырмай қойсаңыз, вермишель күйіп кетуі мүмкін. Осындай қызыл болғаннан кейін үстіне жақсылап жуылған күрішті саламыз. Одан кейін үстіне тұз және де су құямыз. Су қайнаған немесе қайнамаған болғаны ол маңызды емес. Күріштен 1 сантиметрлей асып тұру керек. Бетін жауып, бір қайнаған кейін астын жай қойып, бетін жауып, 20 минутқа қойсаңыз, гарниріңіз дайын болады. Ол уақытта қасына подлив жасасаңыз болады. Ол үшін мен табаға май құйып алып, пиязды қуырдым бірінші, одан кейін кішкене чеснок салып жіберіп, оны да қуырдым. Сары және жасыл бұрышты, сәбізді және де томатты салып, жақсылап араластырып, тұз бұрышын салып, капуста да салдым және де су құйдық. Су азырақ су құйғаннан кейін үстіне бірінші тефтели салдым. Мен тефтелилерді қойып шықтым. Сіз тефтелимен емес, жай ғана етпен қуырып подлив жасасаңыздар да болады. Енді бетін жауып, бұны да 20 минутқа қойып қоясыз. Піскеннен кейін гарнирге қосып жей бересіз, қыздар. Гарнир көріп тұрғандарыңыздай күріші шашылып әдемі болып піскен. Міндетті түрде жасап көріңіз. Арнама тіркеліп алуды ұмытпаңыз.